Саламатсыздар ма 5-ші сыныптың оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы натурал сандарды көбейту және бөлу және бөліндінің негізгі қасиет тақырыбы бойынша есептердің қалай шығарылатынын көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса есебімізді бастаймыз. 52-ші есеп өрнектің мәнін табыңдар дейді. Енді 275 көбейтілген 10, енді 10-ға көбейткен кезде мына 275-тің артына 0 тіркей қоямыз. Сонда 2750 шығады екен. Мынада 2 0 тіркей қоямын. Мынада 3 0 тіркей қоямын. Енді 13-ке бөлейік. 1313-ті 13-ке бөліп көрсетейін. 1-2 мысалын. Бірден берем 13. Мында 0 қалады. Енді мына жерде 2 цифр түседі. 2 цифр түссе мында 0 қойылады. Бірден берем 13 0 қалады. Сонда мында 101 қалады екен. Сол сияқты 3030-ды бөлем 15-ке. 2-ден берем 30 болады. 0 қалады. 2 цифр түседі. 2 цифр түссе 0 қойылады. Тағы да 2-ден берем. Сонда 30 0 қалады. Сонда мынада 202 болады. Мынау да сондай. Келесілердің барлығы осы әдіспен шығарылады екен. Өздерің шығарып қараңдар. Ары қарай 53-ші есеп. 53-ші есепте бұл да сондай 7676-ны бөлем 404-ке. Бірден берем 404. 3 қалады. 6 3. 6 түсірем. Енді 9-дан беремін. 4 9-ым 36 болады. 4 9-ым 36 болады. Сонда мынада шығады 19 деген сан шығады. Келесі 6060-ты бөлем 305. Ол да дәл сондай. Бірден берем 305. Мында 1 0 1 0 түсірем. 2-ден берем 2 5 10. 2 5 10. Сонда мынада 12 болады. Келесі мынау да сондай. Келесілердің барлығы осы әдіспен шығарыла береді. Өздерің шығарып қараңдар. Ары қарай келесі 54-ші есеп. Бірінші токар тапсырманы, яғни 240 бөлшекті станокта 5 сағатта жонып дайындайды. Сонда бірінші токар 5 сағатта 240 бөлшек дайындайтын болса, 1 сағаттағын табу үшін бірінші токардың 1 сағаттағын табу үшін 240-ты бөлем 5-ке. 240-ты 5-ке бөлесек, бізде 48. Сонда 1 сағатта 48 бөлшек дайындайды. Екінші токар 1 сағатта, мына өзі айтып тұр, одан 16 бөлшек кем дайындайды дейді. Одан деген сөз 48-ден 16-ны алып тастаймын. Сонда 32 бөлшек дайындайды. Екінші токар. Егер 2 токар станокта қатар жұмыс істесе, олар осы тапсырманы неше сағатта дайындайды. Ол үшін 240-ты барлығы 240 бөлшек қосаны, мынаны 1 сағатта жасайтын бөлшектерін қосып бөледі екен. Сонда менде 3 сағат деген шығады екен. Сонда екеуі бірігіп қатар жұмыс істесе, осы тапсырманы 3 сағатта орындайды екен. Келесі 55-ші есеп. 1-17-ші сурет мына сурет. Сым шыбықтары бар доңғалақ кескінделген. Доңғалақтың ішкі шеңберіне 32 шыбық бекітілген. Мынаның барлығы 32 шыбық. Сым шыбықтар аралықтары 12 см, яғни мына аралық, мына жерде аралық 12 см деген сөз. Осындай 32 аралық барының барлығы аралық 32. Бізге енді осы нені анықтау керек дейді. Яғни анықтау керек, осы шеңбердің ұзындығын табу керек. Шеңбердің ұзындығын табу керек. Ол үшін 12-ні, менде мына жер аралықтардың бәрі 32, сондықтан 12-ні 32-ке көбейтеді екен. 12-ні 32-ке көбейтсем, менде 384 шығады екен. Сонда 384 см болады екен мына шеңбердің ұзындығы. Ары қарай келесі 56-ші есеп. Енді мына жерде өзі үлгісі беріліп тұр. Сол бойынша шығару болады. Мысалы, біріншісі
мына арасы көбейту ғой. Мына көбейтінді түгелімен 0-ге тең болады. Егер мына жақшаның ішінде x минус 6 0-ге тең болса, олай болса x минус 6 тең 0 деп шығарып, одан x тең 6 деп шығарасыз. Екінші, ол да сонда x минус 3 тең 0, одан x тең 3 болады. Үшіншісі, x минус 8 тең 0, одан x тең 8 болады. Төртінші, x минус 2 тең 0, одан x тең 2 деген мән шығады екен. Әрі қарай 57-ші есеп. Қауызға 1 сағатта бірінші құбырдан 85 метр куб су ақса, екінші құбырдан 70 метр куб су ағады. Егер су екі құбырдан қатар ақса, 620 метр куб су қауызға неше сағатта жиналады дейді. Банағы алдыңғы есепке ұқсайды, 54-ші есеп сол сияқты. 620-ны бөлем бірінші құбырдан ағатын немен екіншісінің 1 сағатта ағатындарын қосамда бөлем. Сонда 620-ны бөлем, мына екеуін қоссам бізде 155. 620-ны 155-ке бөлсем, менде 4 сағат. Яғни 4 сағатта мына жауабы есептің. Келесі, осы есептің екіншісі, екі қаланың ара қашықтығы 144 километр. Осы қашықтықты велосипедші 12 сағатта, мотоциклші сонда ара қашықтық. Екі қаланың арасы 144 километр. Бірінші велосипедші осыны 12 сағатта жүрсе, екінші мотоциклші, мынаны велосипедші деп алайын, мынаны мотоциклші деп алайын. Осыдан 3 есе кембейді, 12-ні 3-ке бөлім 4 сағатта. Егер олар бір-біріне қарсы жүрсе дейді, неше сағатта бір-біріне кездеседі дейді. Енді бізде S тең V көбейтілген T дейтін формуланы қолданамыз. Бұл есептер, мұндай есептердің бәрін шығару үшін. Енді осыдан T-ны табу үшін бізде S-ті V-ға бөлуіміз керек. S деген жүрген жол, V жылдамдық, T уақыт бізге. Енді әрқайсының жылдамдығын табу керек ол үшін, V велосипедшінің жылдамдығын табу үшін, жүрген жолды уақытқа бөлем, яғни 144-ті бөлем 12-ке. 12 болады, 12 км сағат. Келесі, мотоциклшінің жылдамдығын табу үшін 144-ті бөлем 4-ке. Сонда онда 36 км сағат шығады. Енді мына формула бойынша есептейтін болсам, T-ны табу үшін барлық ара қашықтық 144-ті бөлем екеуінің жылдамдықтарын қосып. Сонда 144-ті бөлем 12 мен 36-ның қосындысына бөлген кезде бізде 3 сағатта. Яғни екеуі 3 сағатта бір-бірімен кездеседі екен. Жауабы 3 сағат. Келесі 58-ші есеп. Бөлменің әр қабырғасына 3 орындықтан қойып, барлығы 9 орындықты қалай орналастыруға болады? Бөлменің сызайық. Енді әр қабырғасына 3 орындықтан орналастыруымыз керек. Мына бір орындық, екеу, үшеу бұрышынан бастайық. Біреу, екеу, 3 бұрышына орындық қойайық та, бір бұрышына орындық қоймайық, сонда 9 орындық келеді. Былай орналастырамыз. Сонда бұрышқа қоймаймыз. Мұнда үшеу, мұнда үшеу, мұнда үшеу. Мұнда үшеуден келтіретін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осылай орналастырады екен. Ары қарай келесі. Өрнекті есептеу керек. Яғни мына жақшыларды ашсам, бірінші өрнекте жақшыларды ашсам, x қосылған y. 15-тен 8 алып тастайын, плюс 7 тең x қосылған y-ді 35 қоям. 35 қосылған 7 тең 42 деген мән шығатыннан жауап. Келесі екінші. Мынаны былай жазам. X көбейтілген y бөлінген 5 бөлінген 2 тең. X көбейтілген y 60-қа тең. 60-ты 5-ке бөлем, 12-ке бөлем. 60-ты 5-ке бөлсем 12, 12-ні 2-ке бөлсем 6. Жауап міне. Келесі X бөлінген y 12-ке тең. Былай жазам. X бөлінген y бөлінген 3 деп жазам. Сонда жақшаны ашып тастағанда.
x бөлінген y-тің орнына 12 қойсам, 12-ні 3-ке бөлсем 4-ке тең болады. Жауап міне. Келесі мына есепте бұл жерде былай істеймін. X бөлінген y көбейту 2 болады. 10 көбейтілген 2 тең 20. Жауап міне. Бұл жауап шығып тұр. Келесі ары қарай 60-шы есеп. Оқырман бірінші күні кітаптың жартысынан 18 бетті кем, ал екінші күні қалғанының жартысынан 8 бетті кем оқыды. Ол үшінші күні кітаптың одан қалған жартысынан 3 бетті кем оқығанда кітаптың оқылмаған 23 беті қалды. Кітапта барлығы неше бет болған? Оқырман бірінші күні кітаптың неше бетін оқыды? Оқырман екінші күні кітаптың неше бетін оқыды? Яғни бұл есепті шығарғандан артынан бастап шығарамыз, яғни былай істейміз. 23-тен 3-ті алып тастаймын. 3 бетті кем оқыды деп тұр ғой, сондықтан 20 болады. Жартысы десе 20-ны 2-ге көбейтемін, 40 болады. Келесі 8 бетті кем оқыды десе 40-тан 8 аламын, 32. Жартысы десе 32-ні 2-ге көбейтемін, 64 болады. Келесі 18 бетті кем оқыды десе 64-тен 18 аламын, сонда 46. 46 дегеніміз кітаптың ғана жартысы. Енді кітапты түгел неше бет бар екен табу үшін 46-ны 2-ге көбейтсем 92. Сонда мына 92 дегеніміз кітаптың барлық беттерінің саны, барлық беті кітаптың. Енді бізге мынау А жауабы да, бірінші А жауабы бойынша кітапта барлығы 92 бет бар. Енді келесі Ә жауабын табуым керек. Оқырман бірінші кітаптың неше бетін оқыды дейді. Ол үшін бана жартысы бізде бана 92-ні жаты 46 ғой. 46-дан 18 алып тастаймын. Жартысынан 18 бетті кем оқыды деп тұр ғой, сондықтан 46-дан 18 алып тастасам 28 бет. Бұл екінші күн оқыған бетіне. Бірінші күн оқыған бетіне, бірінші күн. Мына барлық бет. Кітаптағы барлық бет. Келесі Б жауабын табу үшін оқырман екінші күні кітаптың неше бетін оқыды дейді. Енді бізде екінші күн кітаптың қалғанның жартысынан 8 бетті кем оқыды деп тұр. Олай болса, бізде барлығы 92 бет қой. Содан 92 беттің 28 бетін оқыды. Сонда 64 бет қалады. 64-тің 2-ге бөлемін 32. Сосын 32-ден 8-ді алып тастаймын. Сонда екінші күн 24 бетті, мына екінші күн оқыған бет. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.